Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз жай бөлшектерді қосу және азайтуға төмендегі есептерді қарастырамыз. Алдыңғы сабақта әрқайсысынан бірнеше мысалдар көрсеткен болатын. Енді соларды толық аяқтайтын боламыз. Біріншісі. 509 есепті қарастырамыз. Соның үшіншісінде бізде 6-дан 5-ке қосуымыз керек екен. 8-ден 3-ті. Және оған азайтамыз 4-тен 1-ді. Енді 6, 8, 4-тің ең үлкен ортақ бөлімі. Ол бізде ең кіші ортақ бөлімі керек. Ең кіші ортақ бөлім үшеуіне де бізге 24 болады. Енді бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші. 6-ны 24-ке толықтыру үшін 4-ке көбейтем. 8-ді 24-ке толықтыру үшін 3-ке көбейтем. 4-ті 24-ке толықтыру үшін 6-ға көбейтем. Енді 4-ті 5-ке көбейтем. 20. Одан кейін бізде арасында қандай амал тұр? Қосу амал тұр. Сонда қосу 3-ті 3-ке көбейтеміз 9. Одан кейін азайтамын 6-ны 1-ге көбейтем 6. Деді есептейміз. Сонда 24-тен қанша шығады? 20-ға 9-ды қоссақ 29, 29-дан 6-ны азайтсам 23 болады екен. Келесі 4-шісін қарастырамыз. 4-шісінде тура осылай шығарамыз. 9-дан 5-ке қосамыз 6-дан 1-ді. Және оған қосамыз 4-тен 3-ті. Бәріне ортақ бөлім бізде 36 болады. Өйткені 36 9-ға бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 4-ке бөлінеді. Енді қараймыз. 9-ды 36-ға толықтыру үшін 4-ке көбейтем, 6-ны 36-ға толықтыру үшін 6-ға көбейтем, 4-ті 36-ға көбейту үшін 9-ға көбейтем. Енді осы жерде 4-ті 5-ке көбейтетін болсақ 20 болады. Одан кейін қосу амалы 6-ны 1-ге көбейтеміз. 6. Одан кейін бізде міне қосу амалы тұр. 3-ті 9-ға көбейтсек плюс 18. Сонда бізде бөлімі қала береді 36 болып, алымындағы өрнектердің барлығын қосатын болсақ қанша шығады? 44 шығады. Бұл бөлшектерді біз 4-ке қысқартып жіберуімізге болады. Алымында бөлімінде. Мына жақта бізде 11 болады. Мынада бізде 9 болады. Сонда 9-дан 11. Бұны аралассанға айналдыратын болсақ 1,9-дан 2-ге тең болады екен. Келесі 5-шісін қарастырамыз. 5-шісінде де 3-тен 1-ге қосамыз 9-дан 4-ті және оған қосамыз 6-дан 5-ті. 3, 9, 6-ға ортақ бөлім бізде 18 болады. 18. Енді бірінші бөлшектің бөлімін 18-ге толықтыру үшін 6-ға көбейтем, екіншісін 2-ге көбейтем, үшіншісін 3-ке көбейтем. Өйткені 6-ны 3-ке көбейтсем 18 болады. Енді 6-ны 1-ге көбейтеміз 6 болады. 2-ні 4-ке көбейтем 8 болады. Оларды не істеуім керек? Қосуым керек. Қосу 8 және қосу 5-ті 3-ке көбейтеміз 15 болады. Енді бұл жерде 18-ден 29 шығады. Бұл дегеніміз 1,18-ден 11-ге тең болады екен. Келесі 6-шісін орындаймыз. 6-шісінде бізде 4-тен 1-ге қосуымыз керек 5-тен 1-ді және одан азайтамыз 10-нан 3-ті. Енді 4-ке, 5-ке, 10-ға ортақ бөлім бізде ол қандай болады? 20 болады. 20 болады. Енді бірінші бөлшектің бөлімін 20-ға толықтыру үшін 5-ке көбейтем, екінші бөлшектің бөлімін 20-ға толықтыру үшін 4-ке көбейтем, үшінші бөлшектің бөлімін 20-ға толықтыру үшін 2-ге көбейтем. Енді 5-ті 1-ге көбейтеміз, 5 болады. Одан кейін бізде қосу амал тұр. Қосу 4-ті 1-ге көбейтеміз, 4 болады. Одан кейін бізде азайту амал тұр. Сондықтан біз мұнда азайтуды жазамыз. 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6 болады. Сонда бізде мына жерде 20-дан 3 шығады. 5-ке 4 қосамыз 9, 9-дан 6-ны азайтамыз, 20-дан 3 шығады екен. Келесі есепті орындаймыз, 510 есепті. Бұл жерде де үшіншісінен бастап орындаймыз. Үшіншісінде бізде 9-дан 8 азайту 6-дан 5 дейді. Және қосу 3-тен 2. Бірден барлығын ортақ бөлімге келтіре салайық. Бәріне ортақ бөлім бізде қанша болады? 9, 6, 3-тікі ол 18 болады. Енді біріншісіне толықтауыш көбейткіш қаншаға тең болады? 2, екіншісіне 3, үшіншісіне 6. Енді 8-ді 2-ке көбейтеміз 16. Одан кейін азайту 5-ті 3-ке көбейтеміз 15. Бұлар бірінші жақшаға алып қояйық. Келесі қосу бізде мынаның бөлімін бөлек жазып алайық. 18, 6-ны 2-ке көбейтем 12. Сонда тең бізде қандай бөлшектер шығады? Тең астына жазайын. Бірінші жақшаның ішінде 16-дан 15-ті азайтсақ 1 болады. Сонда 18-ден 1 деген бөлшегіміз шығады. Оған қосамыз 18-ден 12-ні. Бұлардың бөлімдері бірдей болғандықтан 18 күйінде қалдырамыз.
алымында 1-ге 12-ні қосамыз, сонда 13 болады екен. Келесі 4-ші мысалды қарастырамыз. 4-ші мысалымыз жақшаның ішінде 8-ден 7-ден азайтамыз 20-дан 13-ті. Және оған қосамыз 10-нан 9-ды. Енді бәріне ортақ бөлім іздейтін болсақ, 8-ге, 20-ға, 10-ға, ол бізде ортақ бөлім 40 болады. Енді бірінші бөлшектің бөлімі 40 болу үшін қаншаға көбейтуім керек? 5-ке көбейтемін. Екінші бөлшектің бөлімі 40 болу үшін 2-ке көбейтемін. Үшінші бөлшектің бөлімі 40 болу үшін 4-ке көбейтемін. Енді бірінші жақшаның ішіндегілердің ортақ бөлімі 40 болды деп қарастырамыз да, 5-ке 7-ні көбейтеміз 35. 35-тен азайтамыз 3-ке. 13-ке 2-ні көбейтсек 26 болады. Одан кейін бізде жақшаның сыртында қосу. Оның біз толықтауыш көбейткіштің алымына да бөліміне де көбейтсек 40-тан 36 болады екен. Сонда тең. Бірінші мына жердегіні қарастырамыз. 35-тен 26-ны азайтамыз. Бөлімі қала береді 40 күйінде. Сонда бізде қанша шығады? 9 шығады. 40-тан 9 плюс 40-тан 36. Бұл дегеніміз бізде 40-тан 45 болады. Неге? Өйткені бөлімдер бірдей болса бөлім қалады. Алымында 9-ға 36-ны қоссақ 45 болады. Енді екеуін бір-біріне 5-ке қысқартып жібере салайық. Сонда бізде мына жерде 8 қалады, мынада 9 қалады. 45-ті 5-ке қысқартсаң 9 шығады, 8-ді 5-ке қысқартсаң 40-ті 5-ке қысқартсаң 8 шығады. Сонда 8-ден 9 деген бұрыс бөлшек шығады. Бұны біз аралас сан түрінде жазатын болсақ 1/8-ден 1 болады екен. Келесі 5-шісін қарастырамыз. 5-шісінде бізге 18-ден 7 азайту 12-ден 1. Қосу 6-дан 5 дейді. Енді 18, 12, 6-ға ең кіші ортақ бөлім бізде ол қанша болады? 36 болады. Енді бірінші бөлшектің бөлімін 36-ға толықтыру үшін 2-ке көбейтемін. Екінші бөлшектің бөлімін 36-ға толықтыру үшін 3-ке көбейтемін. Үшінші бөлшектің бөлімін 36-ға толықтыру үшін 6-ға көбейтеміз. 7-ні 2-ке көбейтемін. 14, азайту 3-ті 1-ге көбейтсем 3. Одан кейін қосу жақшаның сыртында бізде 6-ны 5-ке де, 6-ны 6-ға да көбейтсек 36-дан 30 болады екен. Енді тең, бірінші бөлшекте 14-тен 3-ті азайтсақ 11 болады. Сонда 36-дан 11-ге қосамыз мына тұрған бөлшекті 36-дан 30-ды. Енді екеуінің бөлімі бірдей болғандықтан сол бөлшектің бөлімін қалдырамыз 36 күйінде. Алымында 11-ге 30-ды қоссақ 41 болады. Енді бұл бөлшектерді қысқарта алмаймыз, есесіне бірақ аралас сан түрінде жаза аламыз. 1/36-дан 5 болып шығады екен. Келесі бізде 6-шысын жазамыз. Мінекей біздің 6-шы мысалымыз. Көшіріп алдық. Енді осының 4-ке, 15-ке, 20-ға ортақ бөлім іздейміз. Ең кіші ортақ бөлім бізде 60 болады екен. 60 деп жазып қояйық. Бірінші бөлшектің бөліміне бәріне бірден толықтауыш көбейткіш беріп, бәрін бір бөлшектің алымына жаза салуға да болады негізінде. 4-ті 60-қа толықтыру үшін 15-ке көбейтемін. Ал 15-ті 60-қа толықтыру үшін 14-ке көбейтемін. Келесі 20-ны 60-қа толықтыру үшін 3-ке көбейтемін. Енді қараймыз, 15-ті 3-ке көбейтемін. 45, азайтылған, 4-ті 8-ге көбейтемін. 32, одан кейін бізде қосу амалы тұр ма? Қосу деп келесі бөлшектің де алымын біріктіріп жіберуге болады. 17-ні 3-ке көбейтеміз, 51 болады екен. Сонда тең бізде есептейтін болсақ, 60-тан қанша шығады? 45-тен 32-ні азайтатын болсақ, бізде қанша шығады? 13 шығады. 13-ке 51-ді қосамыз. 64 болады екен. Енді осыларды біз қысқарта аламыз, тағы да. Нешеге қысқартуға болады? 4-ке қысқартып жіберуге болады екен. 64-ті 4-ке қысқартсам 16 болады. 60-ты 4-ке қысқартсам 15 болады. Сонда жауабы тең 15-тен 16. Бұларды әрі қарай қысқарта алмаймыз, бірақ бұлар бұрыс бөлшек болғандықтан аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1/15-тен 1 шығады екен. Келесі 511-ші есепті қарастырамыз. 511-дің 4-шісінен бастаймыз, өйткені оған дейінгісін мен көрсеткен болатынмын. Енді бізге мына екі бөлшектің бөлімі өзара жайсаңдар болу керек, бір-біріне.
ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болатындай сан болу керек. Енді біз не істейміз? 24-тің бөлгіштерін іздейікші. Қандай бөлгіштер бар? 24 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 8-ге бөлінеді, 12-ге бөлінеді және 24-ге бөлінеді. Соның ішінде 8-ге бөлгенде қанша шығады? 3 шығады. Сонда мына бөлшектің бөлімін 3 деп қарастыра алады екенбіз. Екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші жоқ қой. 8 бен 3-тің. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1 болады. Енді толықтауыш көбейткіштерін табамыз әрқайсының. Мынаны 24-ке толықтыру үшін нешеге көбейтуім керек? 8-ге көбейтуім керек. Ал мына 8-ді 24-ке толықтыру үшін 3-ге көбейтуім керек. 8-ді 1-ге көбейтсем 8 болады, 3-ті 1-ге көбейтсем 3 болады. Сонда тең 24 алымында 11. Келесі 5-шісін қарастырамыз. 5-шісінде бізге 3-тен 1-ге қосамыз, қандай да бір алымы 1-ге тең бір бөлшекті. Сол кезде тең бізде бөлімінде 6-ға тең болатын бір бөлшек шығады екен. Ал енді ол үшін біз 6 деген санымыз қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі? 3 пен 2-нікі, иә? 3-ке де 2-ге де бөлінеді ғой. Енді бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 2 болады, екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 3 болады. 2-ні 1-ге көбейтеміз. 2 қосылған 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады. Сонда тең 6-дан 5 шығады екен. Одан кейін 6-шысын шығарамыз. 6-шысында бізде қандай да бір алымы 1-ге тең бөлшекпен 7-тен 1-ді қосқан кезде бөлімі 42-ге тең бөлшек шығады екен. Енді 42 дегеніміз қандай санның ең кіші ортақ еселігі? Ол 6 мен 7-нің ең кіші ортақ еселігі. Енді біз не істейміз? Толықтауыш көбейткішін табамыз. Бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш 7, екіншісіне 6 болады. Сонда алымында 7 қосылған 6 болады екен. Ол дегеніміз 42-ден 13 болады. Жауабын осылай қалдырады екенбіз. Келесі ең соңғысы 513-ші есепті қарастырамыз. 513-ші есепте бізге ауыстырымдылық терімділік қасиетін пайдалана отырып есептеңіздер делінген. Бұл жерде не істейміз? Біріншіден бөлімдеріне қараймыз. Қай бөлшектің бөлімі бірдей? Мына 30 бен 30 бөлім бірдей екен. 45 пен 45 бірдей. Сондықтан біз бұл жерде ауыстырымдылық терімділік қасиетін пайдаланып, бірінші жақшаның ішіне 30-дан 7-ге қосып аламыз. Нені? 30-дан 1-ді қосу. Екінші жақшаның ішіне 45-тен 8-ге қосамыз, 45-тен 2-ні қосамыз. Енді әрбір жақшаны бөлек-бөлек есептейміз. Бірінші жақшаның бөлімі бірдей болғандықтан 30 күйінде қалады. Алымында 7 1, бөлім бірдей болғандықтан алымдарын бір-біріне қоса саламыз. 30-дан 8 болады екен. Келесі бізде мына қосу амалын көшіріп аламыз. Бірінші жақшаны болдық өткен. Енді мына екінші жақшаның ішінде бөлім бізде 45 болғандықтан 45 күйінде қалады. Алымында 8-ге 2-ні қосамыз, бізде 10 болады екен. Енді бұл бөлшектерді не істеуге болады? Қысқартуға болады. 30 бен 8-ді нешеге қысқартамыз? 2-ге қысқартамыз. Мынада 4 қалады, мынада бізде 15 қалады. Келесі, мына екі бөлшекті де біз қысқарта аламыз, 5-ге қысқарта аламыз. Так, 10-ды 5-ге қысқартсам, 10-ды 5-ге қысқартсақ 2 шығады. 45-ті 5-ге қысқартсақ бізде 9 шығады екен. Енді тең осы бөлшектерді жазып аламын, берілген бөлшектер. Біріншісі 15-тен 4 деген бөлшек плюс екіншісі 9-дан 2 деген бөлшек. Енді 15 пен 9-дың 15-тен 4-ке 9-дан 2-ні қосуым керек. Ол үшін олардың бөлімдерін бірдей қылып алуымыз керек. Ортақ бөлімін табамыз. 15 пен 49-ға ортақ бөлім ол бізде 45 болады. Сондықтан 45-ті ортақ бөлім ретінде жазып қоямын. Бірінші бөлшектің алымына толықтауыш көбейткіш 3-ті көбейтуім керек. Екінші бөлшектің алымына толықтауыш көбейткіш 5-ті көбейтуім керек екен. Сонда 3-ті 4-ке көбейтетін болсам 12, қосылған 5-ті 2-ге көбейтетін болсам 10 болады. Жауап сонда 45-тен 22 шығады екен. Келесі 4-шісін қарастырамыз. Тура осылай. Так, бірінші бөлшегіміз бізде 24-тен 5-ке қосуым керек 60-тан 11-ді. Келесі қосу 60-тан 13-ке қосуым керек 24-тен 1-ді. Енді екеуінің бөлімдеріне қарасақ, 24, мынау да 24. Мына 60 пен мынау 61-дей. Сондықтан бірдей бөлімдері барларды бірінші жақшаға, тағы да бірдейлерін екінші жақшаға жазып алам. Сонда қараймыз. 24-тен 5-ке қосуым керек 24-тен 1-ді. Бірінші жақша болды бұл. Келесі екінші жақшаға мен нені жазам? 60-тан 13-ке қосамын 60-тан 11-ді.
Бірінші жақшаның ішінен не шығады? Бізде бөлімі ортақ бөлім 24 болғандықтан 24 күйінде қалады. 5-ке 1-ді қосатын болсақ 6 болады. Келесі қосу екінші бөлшектің бөлімі 60 болғандықтан 60 күйінде қалады. 13-ке 11-ді қосатын болсақ бізде 24 шығады. Енді әрбір бөлшек жеке-жеке қысқартып алайын. Екеуін де 4-ке қысқартып 6-ға қысқартып алады екен. Мынаның алымында 1, мынаның бөлімінде 4 қалады. Енді мына жерде де дәл солай қысқарта аламын, 6-ға қысқарта алады екен. 24-ті 6-ға қысқартсам 4 шығады, 60-ты 6-ға қысқартсам 12-ке қысқартуға болады екен ғой. 24-ті 12-ке қысқартсақ 2 болады, 60-ты 12-ке қысқартсақ 5 болады. Сонда бізде қандай бөлшектер шығады? Біріншісі міне 4 бөлімінде, алымында 1 қалды. Келесісі қосу екінші бөлшектің бөлімінде 5, алымында 2. Сонда 5-тен 2. Енді осы екі бөлшекті қосу үшін олардың бөлімдері бірдей болу керек деген ережені пайдаланамыз. Екеуіне 4-тен 5-ке ортақ бөлім ретінде мен нені аламын? 20-ны ала аламын. Енді бірінші бөлшектің бөлімін 20-ға толықтыру үшін мен 5-ке көбейтемін. Екінші бөлшектің бөлімін 20-ға толықтыру үшін 4-ке көбейтеміз. Енді 5-ті 1-ге көбейтсем 5, қосу 2-ні 4-ке көбейтсем 8. Сонда 20-дан 13 шығады екен.